Сенің дәрежеңді Алла көтерем десе, сенің дәрежеңді ешкім түсіре алмайды. Сенің дәрежеңді Алла Тағала төмендетіп жіберсе, қаншама адамзат қосылам десе де, көтерем десе де көтере алмайды. А енді сол байлықты Алла Тағала беріп отыр. Сол байлықты бай деп, байлық Алланікі деп мойындап, соны не істейтін болған? Алланың жолында сарп ететін. Хайырлы бай. Хайырлы бай деген сол. Хайырлы болса баяжан айдын шалқар көлмен тең дейді да, шіркін-ай дейді да. Бұл деген керемет қой дейді. Және де сол байлар өздері сарп еткен кезде ләззат алып отыратын болған. Басқа бір данышпандардың сөзінде айтады. Бай садақа қылып, хайыр қылып жұмсаған кезде шіркіннің жаны қуанады ғой дейді. Жаны рахаттанады дейді. Өйткені жаны оның, тірі жаны, біліп тұр ғой ертең Алланың алдына барғанда бәйге алатын дейді, сауап алатын дейді. Сонда мына байлықты адамдар өздері білет, жұмсаған кезде жаны рахаттанады кәдімгідей. Берген істі бергісі келіп тұрады. Одан кейін мынандай бір қағида бар қазақта. Сен берсең, саған Алла Тағала бере береді деген ше.